Сәлем, бұл Айғаным. Менің артыма қош келдіңдер. Дәл қазір мен өмірімде алғаш рет электричкаға билет алмақшымын, тез жүретін пойызға. Астанаға дейін қызықты экспириенс деп ойлаймын. Астанада влог болады. Себебі мен өзімнің сүйікті блогершамен кездесуге барамын. Ол кісі Оңтүстік Кореядан келді. Макияж жасау түрлерін көрсетеді, бірақ мен макияж жасайтын адамға ұқсамаймын. Мен сол кісіні көру үшін ғана баратырмын. Сонымен қатар мен өзімнің досыммен, подружкамен кездесем. Солай жағдай. Хай. Бір кішкене оймен бөлісім кепті. Жалпы алғанда мен кішкене күнде ата-анаммен қалаға келгенде таңертең ерте шығып, бір күн ішінде көп жұмыс аяқтайтынбыз. Енді өзім міне есеп, adult life, билет алып таңертең ерте шығам бұйырса, бір күн ішінде көп жұмыс бітірем деп тұрмын. Қызық екен. Есейдім. Міне, солай. Осындай мне ой менде. Прикиньте, қанша тұрады. По сравнению с этими ценами на баға, более-менее, прикиньте, меклой. Oh my god. Singapore турист нужен. Қазір маған бағытын айтып жерді, нердегі кісілер. Мені айтып жатыр. Міну керек деп. Кеттім. Капец. Нерде? Адамнан сұрасам. Білмеймін. Қалай? Қалай? Ұзақ, ұзын жол. Капец. Сенің скоростной пойызға отырмаған досың. Ол менде. Басқа ел білмейді. Құрғыш. Шапка, капец. Қазір мен подружкаммен кездесем. Мен Астанада Бәйтеректі ғана білем. Бәйтеректе кездесеміз. Астанада остановкалар бар.
So cute. Oh my god. Қысқасы, маған бәйтерекке бару керек. Мен жаңа New Jeans деген группа бар ғой, топ. Жол бойы сол топтың клиптарын скачивать етіп қойғам, соны көріп, әндерін тыңдап, просто perfect and great группа. Нәрде көрінбей тұр. Қазір көрсет, көрініп тұр ма не? Attention'ды тыңдап жатырмын. Короче, қалай әдемі, көк негізі әдемі. Аяқ суық енді, астана суық. Солай, жағдай. Сейчас очкем чешіп, дұрыстап түсіреш. Ооо, суық екен. Бірақ мен қалың киініп алдым. Ал. Мен подружкам звондады. Қазір келеді ол. Ешті күтіп тұр деп. Оки-доки, өзім енді баратырмын дедім. Солай. Күн кәдімгідей ше шығып тұр, бірақ дала аяз. Жайт аяз емес енді суық прям. Капец. Осыдан жарты жыл бұрын келгенде бөлем түсіндірген бүкіл ненің бәрі осы бәйтеректің маңайында деді керек ғимараттар десем дұрыс болады. Бәрі прям жаңашыл, күшті, әдемі-ақ. Это туристтар, мен сияқты туристтар фотоға түсіп жүр. Двухэтажный автобус Лондон сияқты екен. Лондонда бар ғой осындай автобустар. Бір Лондонда болып көрген адам сияқты айтып қойын енді. Бәріне сәлем. Мен подружка. Сәуле. Қалай? Жақсы, керемет, өте тамаша. Бүгінге не жоспар? Не істейміз бүгін? Самая любимая блогерша келеді. Сон, ана не істейді ол? Ивент жасап жатыр. Ханшатырдың жанында бір гостиницада болады. И біз сол жақын жүрміз Ханшатырға, бәйтерекке барайын дедік. Барамыз. Кішкене қазір. Ой. Біз уақыт қалса қыдырамыз, мүмкін. Анау жаңадан ашылған Абу-Даби. Ойға қалай түсіреді? Оператор отдыхает қой. Бұл Казмедианың жанынан жақында соғылған Абу-Даби ең ірі ойын-сауық кешенінің орталығы деп айтады. Ішінде брендтер, сондай Louis Vuitton, не бар тағы сондай неше түрлі әлемдік брендтер. Сосын сол әлемнің ішіне кіріп көрген жоқпын. Кіру керек еді. Starbucks па, білмеймін сондай. Алматының Есентай болу ғой, Астананың Абу-Даби. Все болды. Түсінікті. Мен типа Есентай молда болған адам сияқты я дей салайын енді. Короче, біз тамақ ішуге баратырмыз қазір. Бәрі реально Европа кәдімгідей, я? Прям тап-таза. Керуен ішінде бар вроде. Біз Ханшатыр жақ. Айғаным білет, мен емес. Who is this? This is Ли Мен Хо. Бүгін менде гид, персональный гид ол Сәуле. Бәрін түсіндіріп, бәрін айтып, көрсетіп, түсіндіріп жүр. Қазір біз тамақтануға барамыз деп әдеби формада сөйлесем қалай қарайсың? Өте жақсы қараймын. Жақсы қарасаң, осы мен тәмамды қояды. Вон айыр пафосный. Давай. Түсір. Біз влог. Так, Сәуле не сторис түсіріп жатыр.
Привет, привет. Камера видео ма? көрсетіп Сол үшін сұрапсың ғой. Сол үшін ғой. Сәуле блогер болып жүрмін ғой. Короче, маған ұнайтын үшін адамдар внимание обращать етпейді или маған бәрібір. негізі солай болу керек. Жоқ, мне кажется, байқамай, байқаса да бірақ мен внимание не обращаю өз И ол өзіме. сені танымайды. Біз үлгереміз, анандай жүрісімізбен. Үлгереміз. Ой, болды. Ой, қалай жылы. Белла Хадид деп қалам. Мен осы модельдерді көрсем, вечно Белла Хадид деп қалам. Да, Сәуле қадым құбылып тұр. Тура баратқан кезде барамыз да бармаймыз деп. Короче, Сәуле тоже блогер. Ах, қайда келдік. Сен Сәуле? Шашан ба? Кимей жатып шашан ба деп. Енді нәрде айтсаңдар көп сияқты, иә. Сен жүрісіңді түсірейін, адамдарға қызықты болады шығар. Сәуле осылай жүреді. О май гад. О, Белла, вот наконец-то Белла. Белла, точно Белла. Кім Сәуле сторис түсіріп жатыр. Ол түсірейін ба? Бәріне сәлем. Сіздермен бірге Сәуле және Айғанам. Сәуленің сториздарына қош келдіңіздер. Сәуле бірде айт. Сәлем, сәлем. Сәлем, сәлем, бұл Сәуле. A few moments later. О, наконец-то. Я походу. Сәуле, қалай? Жақсы. Ал қазір қайда баратырмыз, айтшы. Анау Мариотты сайттың ба? Мен даже айтуын білмеймін. Білмеймін. Мариот, короче, отельға баратыр, кездесу, ивент. Дұрыс айтайын. Азия парктың жанында, Ханшатырдың жанында, Леви Берте күшті жерде екен. Короче, соған барамыз. Билет дайындап қалғырсың. билет. Билетпен кіргізеді ол жерде. Былай абатқа. Дұрыс, молодец. Бүйтіп көрсетші. Қазір тоқта по-блогерски. Ага, все. Сәуле, макияж жасап үйренесің ба қазір? Мен макияж жасамаймын, чисто кёңғашым баратырмын, если честно, соны көріп. Рахмет. Hello, мы на ивент такой. Блин, очки. Ого. 3-й этаж, кстати. Бұл жер лифт. Біз гардеробта шығарып. Білмеймін, даже гардеробная қайда. Уж қалып баратыр да адамдар мына жатыр. Сағат неге? Жүреді. Вы на встречу, извините? С Кёнхой, да? На 3-й. Может, что-то получим подарок? Хорошо. Все из Астаны? Нет. Да. Кто? Кто-то не из Астаны? Откуда? Да. Вот Центральный Казахстан. Хорошо. Я была в Алматы, Ага. Астана, Шымкент, Талгар. Знаете, Да. я чуть-чуть удивилась, там лошади. Центр Казахстана. Ага. Да. Вот Центральный Казахстан. Хорошо. Вот мы только позавчера полетели и успели смотреть Байтерек только. Да. Еще попробовала бешбермак вчера, флагман и плов. Очень рада видеть с вами. Решение тоже. Только на улице. Я посмотрела в интернете сорняк, который растет в СНГ странах, и сорняк, который у нас в Корее это отличается. У нас как-то морское поле, поэтому даже корейские акупунктуристы тоже пользуются. И это очень хорошо действует для проблемной кожи. Вот поэтому сосна и сыворотка, которая глубоко впитает кожу, и сика, зеленый чай, полин, очень популярна была и до сих пор популярна. Айдере? Хорошо. Очень хорошая кожа, где проблемы? Да, очень хорошая кожа, да?
Сейчас корейские дерматологи уже не говорят, пользуемся комбинированной кожей. Это очень сложно понять. Комбинированная кожа это значит где-то жирная, а где-то сухая. Очень важно балансировать кожу. То почему я думала так. В Казахстане очень сухая погода. Но очень много у кого жирная кожа. И это как я не могла понять. Но если в коже не хватает влажности, тогда очень часто появляется жир, чтобы защищать кожу. Поэтому превращается на жирную кожу. Вот. Откройте кусок, потом здесь нажмите кусок, потом это есть кейс. И здесь нужно регулировать. Если просто прямо намазываете на лице, тогда отпечатка будет и некрасиво получается. Поэтому обязательно здесь немножко контролируйте. 카자흐스탄에 잘 왔어요. 카자흐스탄 음식도 먹어봤어요. 제일 좋아하는 음식이 뭐예요? 다리고. 다리가? Ого, прошу вас подняться на сцену и получить свой подарок. Она спросила, добро пожаловать в Казахстан. Попробовали казахскую кухню. 안녕하세요. Теперь она постарается ответить на ваш вопрос, да? Пожалуйста, внимательно слушаем. Что ваше любимое блюдо? В Казахстане я люблю бешбурма. И это как называется? Баурсаки? Да. Сначала я думала, это безвкусно. Просто это хлеб, ничего нет внутри. Да. Поэтому это просто честно. Потом я просто постоянно кушаю. Это со сметаной. С кнызом хорошо. Книзом? Да. Ой, поэтому мне сейчас нравится бешбурма и баурсаки. Да. Все. Так. Да. Перейдем к следующему вопросу. Это что написано? Милая Кёнха, поделитесь, вам не сложно все время путешествовать? Вы не устаете? Читаешь мир, то я говорю, мне это нравится. Не важно, даже не делись. Но мне это нравится, поэтому я думаю, самое сложное это из-за часовой разницы. Скорее мне плохо там спать или просыпаться, но это уже через 2 или 3 дня нормально становится. Мне нормально, спасибо, что пришла. Хорошо, итак, на этом мы закончили рубрику вопросов и ответов. Так, что ж, дорогие друзья, я вас выбрать первый номер. Очень много я приготовила. Крем, который мне помогло от аллергии, и маленький набор, еще маленький набор. 2200, 200, 80. Есть ли так много? 2180. Прошу подняться на сцену. О, поздравляю. Давайте полностью выключили. Что, вы выбрали? О, недалеко ушли. 2136. Есть ли данный номер? Ой, последний мам. Поздравляю. Прошу вас подняться. В следующий раз повезет. Не в этот раз, но в следующий раз. Что-то вас не слышно. Давайте погромче. Таптың ба номерін, да? О, Энхайпен. Қалай? Листочектар типа сурет салуы, бірақ ой, сори. Бірақ ол листочектардың керегі болған жоқ. Қыздар жазып жатыр, конспект жинау. Иә, конспект жазып. Мен Кёнханы просто түсірдім. Сосын тыңдадым. Стикер. Нәрге негізі лекция жазу керек. Түсінгенімді, қарағанымды. Сен бірден жаздың ба? Жоқ. Стикер қайда жазасың? Селфи жасау керек.
тұрып жатыр, если что. Hello. Жоқ, қоспан. Y'all can lock me in the frame, I'm moving. Yeah, I'm still alive. Life is better than the death, I'm proving. Yeah, I'm still alive. But I'm moving, 질let now, go forward. Yeah, 멈추지 않은 정물. Dope people not go to. I'm still alive, but I'm moving, 질let now, go forward. Инсайттарында не үйрендің, не білдің? Не үйрендім? Аха, не білдің? Ақпарат. Ветер страшно күтеді екен. В смысле? Біз стафтардың несіне шығып кеттік. Маған ең ұнағаны оның ойбай, акцент ұнады. Жоқ, білім жағынан айтсай. Білім жағынан білмей тұрмын. Сол бетін жақсы... Сори, кешірмедім. Қалай айтады? Күтім керек. Иә. Күтімі мықты екен. Соны айтсай, енді. Соны айтамайды. Әсені макияжды көрсетті. Адамның қалай еді? Макияж адам түрін қалай өзгертеді. Уайымдама, сөйлей бер, еркін ұстасай. Короче, апдейт, инсайт. Мен, маған айтайын ба несі ұнады? Мұрын бар ғой? Мұрынға кәдімде күшті бояу жасады. Мұрынды күшті бояды. Именно мен мұрным жалпақ қой. Сол мен мұрным үлкен ана көрініп қалады. Дәу емес, күшті сенің мұрын өйтіп айтпа. Маған біреу сөйтіп айтқан ғой. Таптамаша мұрын. Сосын мен сөйтіп ойлап қалғам, бірақ Ойлама олай, күшті сенің. Әдемі мұрынды. Сол қандай мұрынның қырын күшті қып шығарып қояды екен. Бояумен. Сосын ол кореяндар кішкене нежно боянама солай. Ал ана азиаткалар айтады сендер стрелка былай четкий жасайсыңдар. Біз төмендетеміз кішкене. Бояғанда бүйтіп төмен, сендер бүйтіп көтересіңдер. Сосын вообще анда тұрып жатқан мекеніне сондайға байланысты кішкене бүкіл косметика қалайса ғой, бүкіл нәрсе өзгерсе болады. Олар кішкене басқаша екен. Сосын еще погода туралы айтсай. Қазақстанда погода суық, бірақ адамның кожасы жирный деді. Қызық. Сосын айтты ғой, ана проблемная кожа дегенде біздің қазақтың қыздары шықты ғой, проблемный кожа жоқ қой деп айтады. Қазақтың сондай сұлу ғой. Сосын, не айтасың? Мен байқағаным сол деймін да, олар бояну процесінен бет тазалау процесі ұзақ жүреді. Сосын беттері кәдімгідей баланыкіндей тап-таза болады. Именно еще кёға неге қарайды? Оларға андай бояну қатты маңызды емес? Маңызды емес, беттің өзінің табиғи сондай жақсы болды. Жастығын ұстақ. Жасты ұстақ. Жас көрінеді. Айганың қандай керемет сөздері. Айтпа, шіркін. Шаппа десің. Айтпа, шіркін. Ойдайды. Кёға өзінің бояу күтім жасайтын заттарына, бояуларының құрамына қатты қарайды екен. Айтты ғой, каждый елге барған сайын корейский магазинчикқа кіреді, сосын ингредиенттарын соларын оқып қарастырады екен. Оригинал еместер көп деді. И оларда тек соларда ғой, программа бар, приложение, косметика. На корейском все. Оны біз көбісі білмей қояды екен. Корейский білмейміз, орысша, ағылшынша жоқ. Чисто на корейском. Блин, жалко, что андай мүмкіндік берген жоқ суретке түсуге онымен бірге. Мен кездесіп, лично сөйлесіп көргім келді. Жарай енді, хотя мастер-классын көрдік, бояуын көрдік, қалай бояйтын. Болашақта кездесіп көрерміз, мүмкін. Солай. Өте андай сыпайы, мәдениетті, өте андай орысшасын жақсы, мықты сөйлейді екен, грамотно сөйлейтін адам екен. Күшті? Қаламын ези камеранты қосып. Сөйлеш! Қайда қарадық біз өзі? Бәйтерек. Біз Бәйтерекке қарадық. Маған мастер-класс
ұнады. Ивент деп шықтым, оказывается, бұл мастер-класс болды. Осенний макияжға, өйткені билет осенний макияжға сағат 2-ге қалды. Соған бардық. Мен 17:00-дікіне барғым келген, бірақ оған билет бітіп қалды. Сондықтан Сәулеге көп рахмет. Маған билет тауып берді. Екеуміз сосын келістік. Мен де барайыншы деп, давай, ты чё, күшті. Уақытым бөліп, бірге барып, жаңа инсайт, ақпарат алды. Жаңа нәрсе көрді. Не, осы ерігіп жүреді деп. Сен ерігіп жүрген жоқсың. Саған ұнайды, соны істейсің, сала бер. Ондайды көрсету керек. Ертең блогер болып кетпейін, конечно. Бұл күшті видео. Рискеға салып қойдың еще. Общеға саласың, ничего, не болады ал, салдың ал. Терге ұстады дейді, ұрсып ұстады дейді, ал не деп. Ана, ненді алып кеттің ба билетіңді? Мен как скрытая камера, сен күшті сұрышым. Мен басым формасы нормально тұрып. Нормально, күштісің, кетші ма? Тас! Нәрде не салады деп ойлайсың Сәуле? Пресс, бір түрлі екен, пустой жерді көрген. Типа, нандай жерден, нандай жер болып тұрған қызық екен. Пустой. Ондай жер көп, аяғын. Bubble Tea-дің зданиясы ашық болса, керемет болар еді. Айтпақшыны әбде, ненің атауы қалай? Ұмытып қалдым. Самокат электронный, да? Көп екен жүретін адамдар. Байқағаным сол. Өте жанашыл. Modern, you know? Біз өзіміздің Сәуленің несіне терпеливость, шыдамдылығына байланысты Bubble Tea таптық. Yummy. This is for you, this is for me. And я тебе түсіріп алам. Сенің творческий достарың. Раз, два, типа, сен тұратып, мен айтпастым. Сен көрі я. Жарайды. Blue Sakura, Blueberry Sakura menusunda sen qanday? Все, так, Мет, на хабаре. Жалпы бүгінгі күнім өте жақсы өтті. Подружкаммен кездестім, күшті мастер-классқа бардым, Bubble Tea-дің дәмін таттым. Сосын, Сәуле, если сен көріп атсаң, бөлген уақытына көп рахмет. Алып берген билеттеріне де көп рахмет. Сенің арқанда сол мастер-классқа барып қайттық екеуміз. Сол. Наверное, бәрі пустой. Наверное. Так, маған 3 этажға деді. Бірізді 3 этаж, nerede? Примерно 4. 4 olsa құрсын. Неге 3 жоқ? Неге 4? Хай, камера. Так, вот 3 дейді. Вау. Соку. Мына штука, ар жағында маған алма деп айтқам.
Міне алма. And this one. Вау, пока уақыт бар да, мен осы жерді аралағым келіп тұр. Қысқасы, мен қазір мына темір жолдың проектісін көрсеткім келіп тұр. Қараңдар, қалай керемет. Вау. Бақытты болыңыздар. Милашки, милашки. Міне аэропорт. Қысқасы, perfect and great, керемет. Мен прям ұйқым келіп тұрған көрініп тұр. Еще мен Нью-Джинсті әлі тыңдап отырмын. Қазір мен Хайп-бой тыңдап отырмын, походу. Хайп-бой.